Бұл алдыңғы тұрақ, передний парковка. Міне, сонда траектория заездамен кірдік қой екі автокөліктің міне ортасына. Енді тағы айтатын өте маңызды нәрсе. Міне сіздің көлігіңіз тұр. Біз қазір автокөліктің артымен оңға шығатын боламыз, оңға қарай. Сұрақ, рульді қайда бұрамыз? Оңға шығу керек болса. Оңға шығу керек болса. Солға бұрамыз. Молодец, дұрыс емес. Неге? Неге? Мысалға қараңыз. Сіз көшеде машина жүріп, тұра тұрыңыз, салмасыздар ма, қалдарыңыз қалай? Сіз көшеде машина жүріп келесіз. Алдыңыздан поворот шықты оңға қарай. Сөйтіп сіз оңға бұратын болсаңыз, рульді солға бұрасыз ба? Оңға тура артымен жүргенде де дәл сондай екен. Значит, бұл жерде не істейміз? Егер де сіз R-ға салып қойып артпен жүретін болсаңыз, рульді оңға бұрсаңыз, машинаның арты да оңға кетеді екен. Сұрақты басынан қоямыз. Машина артымен оңға шықса, қайда бұрамыз рульді? Молодец, солға шықсақ? Солға. Бірақ енді маңызды нәрсе бар бұл жерде. Оңға шығатын болсаңыз, помеха сол жақта, міне. Мынау сіздің машинаңыздың сол құлағы, мына машинаның біткен жерін өтеді, сол кезде барып рульді бұрасыз. Ал солға шықсаңыз, онда помеха оң жақта. Сіздің машинаңызды оң құлағы Elantra автокөлігінің Elantra біткен жерін өтеді, Hyundai Elantra'ны сонымен бұрады екенсіз. Ұғынықты ма? Ұғынықты деген қай жақтың сөзі? Білмеймін. Молодец. Білетіндер жазып кетіңдер комментарийға. Отырыңыз, кеттік. Мен қасыма келе жатыр нағыз. Рульға отырмайсыз ба, құдайым?